сәлем, сіздермен бірге Гайджи. Бүгінгі видеоны біздер пак ашуға арнаймыз. Оның ішінде Food Champions наградасы бар, 82 плюс 20 пик бар, 86 плюс Special Card пигі бар, және де ең соңғысы 89 плюс Prime немесе әлем чемпионаты кумирі бар. Егер осы пактардың ішінен 500 мыңнан жоғары ойыншы түсетін болса, осы видеодан міндетті түрде сол ойыншыға шолу жасаймыз. Кеттік. Міне біздің екі пик Food Champions'тан түскен. Біріншісін бастайық. Бұның ішінде Криштиану Роналду бар, және де көптеген тағы ойыншылар бар. Әрине қызыл Криштиану Роналду күтеміз. Ди Лоренцо, бұл өте керемет, бұл менің составыма да келеді. Себебі менде Политано бар. Екіншісі Сория. Жақсы. Либо мен Сория ең үлкендері. Food Champions наградасы жақсы, правозащитникпен артап түсті. Енді бізде 82 плюс 20 пик. Біріншісінен бастайық, содан кете береміз ары қарай. Хелберс дейді, жақсы. Араухо 83 пик. Келесі бұл бізге рейтинг әрине керек, себебі 89 плюс кумирді жинау үшін бізге осы пик. Үлкен рейтингті ойыншылар қажет. Халес, Челси ойыншысы. Берарди. Шмайкілдамамыз. Навас. Жақсы. Осынаша шашымыздан бірінсі түсіп қалады ау. Хименес. Себастьян Аляр. Марко Асенсио. Так, бойынша жетпістер клубқа. Енді қалған 10 пик. Әзірге мұндай үлкен рейтингті ойыншылар көп тұрған жоқпыз. Міне, келді Маркиньос. Роман емес. Пүшөкте Фернандоны алға тура келеді. Ең біріншісін ашып қошырдың. Әдірсін жақсы. Рубин Диаш. Жақсы кетті. Енді спешалка түссе осылардың ішінен. Міне, бірінші спешалка Даниэл Малин. Бұл менің командама даже келіп қалуы мүмкін, себебі менде Андееми бар. Осы Боруссия Дортмундтан тағы күтеміз. Өшке орай әзірше басқа әртіпті карттар жоқ. Фофана! Уэсли Фофана, Челсидікі, мен осыны күттім ғой. Әрине, келді маған. Осы ойыншыны біздер міндетті түрде осы ойыншыны шолу жасайды. Ендігісін бізде бар пактарды ашып жіберейік. Оның ішінде двойной набор 83 бар, 2 пак, және де Food Champions'ın 2 пак бар. 83 плюс 2 игрок. Бірден Лукау өтінші көрмейді. Бланши. Жақсы. Файнерсен, хорошо. Артығы пик болды. Кстати, жаңа пиктардың ішінен түскен екі ойыншы бір-біріне қарсы ойнайды. Кім ұтады, сол ақытсы деп. Ол бір-біріне сексенбіз. Бұл да керемет. Джон Стоунс бізде клубта бар дейді. Мінекей алдарыңызға 86 плюс 3 игроктан тұратын пик жиналды. Бұның ішінде турт ивенттің спешл карталары болады. Осыған дейін ол уже шыққан.
мен оны видеоға жазған жоқпын, бірақ ол кезде маған 89 рейтингті Вератти түсті. Алдағы уақытта оған шолу жасап сіздерге өз ойымды айта кетемін. Ал енді пикті ашып көрейік. 3 ойыншы спешл карта 86 плюс кеттік. Бұл жерде Эрнандес және де Жорди Альба және де Эрнандес Меслер бар. Жорди Альба мен Эрнандес қайсысы керек болады? Жорди Альба. ЛЗшник. Көрейік. Бағасын қарап көрейік. Футболдан қазір қараймыз, компьютерден қазір қарай алмаймыз, сондықтан Жорди Альба 140 мың монет тұрады. Тео Эрнандес бізде тұрады 185 мың. Бұл жерде біздер аламыз Тео Эрнандесті. Жорди Альбаның бізде көптегі бар. Тео Эрнандес қош келдің клубқа. Мінекей біздер кумирді жинадық. Ең алдымен кумирдан шыққан пактарды ашып көрейік, содан кейін кумирдің өзінде қарап көреміз. Аман емес, Каземиро. Артынан кім жоқ, иә? Шектен бар екен бұл жерде. Пак 80 плюс игрок почти. Üçüncü pak. Kurik. Ал енді бұл жерде кумир 89 плюс өткендегідей клубтан іздемейміз, қалай түскенін бірге тамашалайтын боламыз. Кеттік ал көрейік. 89 плюс кумир. Прайм Далглиш. Жақсы. 90 скорость, 90 дрибблинг, 90 метрдар. Прайм Далглиш. Қанша тұрады екен? 730 мыңнан басталады. Өте керемет Далглиш. Мінекей бүгін осы ойыншына аналитикаларын қарайтын боламыз, голдарын және де жалпы ойынын. Бұл жерден промо бір пак шыққан екен. Ашып көрейік, 80 мың монет тұрады, ондай қатты қымбат емес. Волкаут бар, бірақ біріншіден қатысы жоқ. Бұл бізде Рубен Диаш. Артында жоқ, Шип пен Замер бар екен, жақсы. Және де екі ойыншыны арендаға береді, ашып көрейік. Ферран Торрес пен Воланд, мен Ферран Торрес қалам арендаға. Және де екіншісі Фофананы қайтып бердім бізге. Фофана бізде бар. Ал енді жаңадан келген ойыншылармен ойнап көрейік, шоу жасап көрейік. Бұл жерде бізде Вератти бар, бағана сіздерге айтқаным. Бұл ойыншымен 38 ойын ойнадым. Бокс-то-бокс рөлінде өзін жақсы көрсете алады. Оған Ленкредіне мен Рарный Донарумын алдым. Енді жаңадан келген екі ойыншы ол Фофана және де Кенни Далглиш. Кенни Далглиш деген Динаталияның орнына ойнайды. Фофана деген Эдер Милитаоның орнын басып ойнап көреді.
Кафу. Мяч у Веранти. А вот и он, такой долгожданный гол. Именно он выводит команду в следующий дивизион. Тренеры пытаются успокоить футболистов. Матч еще не закончен. Празднуем позже, а сейчас продолжаем играть. Кафу. Диркей. Команда зарабатывает повышение, как и должна это делать не у своих ворот, а у чужих. Теперь их шансы близки. Опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Они снова забили, преимущество дошло уже до 3 мячей. Сегодня явно их день. Ну где удар? Будет гол. Могу не отметить этот отличный дальний удар. Путь ворота и быть. В створ было опасно. Шанс забить сейчас. И что-то тут будет. И счет матча открыт. Отличная передача. Также неудачно сыгран. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья. Получается отдать на ход. Получает он мяч. Мяч в сетке. На этот раз они постараются не упустить победный счет. Пас на ход может быть интересно. Может он сравнять счет. Нужно играть дальше. Вратарь не забирает мяч. Мяч в воротах. Отличная игра голкипера здесь ничем не помогла. С мячом вперед он идет. Подача в штрафную. Гол! Отлично исполнил. На его счету уже 2 мяча. Атака набирает оборот. Они ищут возможность забить. И есть куда бежать ему дальше. Как быстро все меняется в этой игре. Ну-ка давай, у команды по-прежнему есть варианты для развития атаки. Забрать мяч не получилось. У вратаря он в игре. Есть хет-трик. Прекрасная игра. Вот так он может быть опасно. Шанс для Дирка Гейта. И это гол! Гол! Они забивают в самом конце матча. Да, потрясающая развязка. Все-таки ничья. Секунду спасает ситуацию. Пробить бы. Гол! Совсем мало времени прошло. И счет опять стал равным. И тут может что-то получиться. Гол! Гол, который полностью меняет расклад в этом матче. Диркейт. Гол! Как здорово он сыграл и отправил первый мяч в сетку ворот. Яя Туре. Яя Туре. Еще один гол. Они забивают второй мяч подряд. За такое нарушение карточка не подразумевается, так что только... Гол! Реализует он пенальти. Забивать тут надо. Есть гол. Уступают 2 мяча. Есть у него пространство сейчас. Гол! Наблюдали за тем, как мяч вылетает в ворот. Кенни Дамлиш. Гол! Вот это действительно быстрый ответ. Пропустили и сразу же отыгрались. Есть удар! Отлично. Вот это да! Залетает мяч в ворота после дальнего удара. Саид Аль-Увайран. Гол! Мяч все-таки оказывается в воротах, пусть и не с первой попытки. Хорошо сейчас работает с мячом команда. И это шанс забить! Гол! Они забивают еще раз и вновь выходят вперед. Здорово играет Яя Туре и отдает пас на ход. Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в 2 мяча. Осымен так. Осымен біздің шолу аяқталды. Кенни Далглиш туралы айтарым өте керемет шабуылшы. 3 ойында 6 голевой действие жасады. 6 гол пасын берді. Және де бұның слабой ногасы 5 жұлдыз болғаны шабуылда өте қатты көмегін тигізеді. Және де Уэсли Фофана осы 3 ойын ойнады, 1 сары қағаз алды. Эдер Милитаодан асып түседі деп мен айта алмаймын, себебі оған жетпейді, бірақ өзінің ценасына 240 мыңдай тұрады бұл ойыншы, өзінің ценасына сәйкес келеді. Егер Челси Боруссия Дортмундты өтетін болса келесі кезеңге, онда Уэсли Фофана 88 рейтинг болады, және де оның статистикасы одан сайын көбейетін болар деп үміттенемін.
Ал Верати туралы айтарым, Верати керемет бокс жақсы сол рөлде ойнайды. 1 минуса 90 минутқа кейде жетпей қалады. Егер ойын интенсивный болатын болса, ойын 90 минутқа дейін жүгіріп тұрып, высокий прессинг ойнайтын болсаңыз, 90 минутқа жетпей қалады. 70 минуттан кейін уже бұл ойыншыны ауыстыру керек. Назар қойып көргендеріңізге көп рахмет. Каналға тіркеле кетіңіздер, лайк басыңыздар. Алдағы уақытта контент одан сайын көп шығады деген ойдамын. Рахмет.